Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Кітапханамызға келіп түскен кезекті басылымдармен таныстыруды жалғастырамыз. Бүгін біз Ақмешіт апталығы және Сыр бойы газеттеріне шолу жасайтын боламыз. Сөз патшасы тәңір тұттым, табындым. Табындым да мұң алқасын тағындым. Жұртқа жүрмес әміріңді жүргізіп, күн түн құрақ ұшырардай не қылдым. Бұл қазақ поэзиясындағы болмысы бітімі бөлек, ерімі ерек ақынның бірі Иранғайыптың сөз патшасы атты өлеңінен үзінді. Өлеңін оққан жан оның әлемі бөлек екенін аңғарады. Иранғайып есімімен танымал Иранбек Оразбаевтың жырлары көркемдік жағынан да ерекше. Ақынның әр өлеңін оққан сайын шеберлігіне тәнті боласын. Биыл қазақтың Иранғайыбы 75-ші белесте. Ақынның 75 жылдығына орай Сыр өңірінде арнайы рухани шығармашылық кеш өтті. Алдымен 23 қараша күні Нартай Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық Қазақ академиялық музыкалық драма театрында қаламгердің Мәңгілік елдің алтын адам атты драмалық дастаны сахналанды. Ал 24 қарашада ақынның Топырағыңды басқаным, тау асқаным атты шығармашылық кеші ұйымдастырылды. Туған елін ту еткен, туған жерін жүреткен ақын атты мақаланы Ақмешіт апталығы газетінің 26 қарашада шыққан 94 санынан оқи аласыздар. Көмейіне бұлбұл ұялаған әнші Темірхан Ерғалиев есімі бүгінгі ұрпаққа таныс емес. Бар жоғы 28 жыл-ақ ғұмыр кешіп, асқақта сырлы үнін құлақта қалдырған Темірхан әншіге атақты Ғарифолла Құрманғалиев мен өзімді таптым деп баға беріпті. Аралдық ақын Әбілхан Махановтың атақты Аралым айдын шалқарым атты толғауындағы ізбасар Набат Күлімжан, Нұрғали Қойсын Темірхан шырқатып әнге ән салған Аралым міне осындай өнермен дәулет қонған жер деген жыр жолдары әншіге берілген тағы да бір үлкен баға. 23 қараша күні Асқар Тоқмағамбетов атындағы қалалық мәдениет үйінде сыр елін әнге бөлеп төл өнерді түлеткен Темірхан Ерғалиевтің 70 жылдығына орай туған дала төсінде ән боп туған мен болам атты әншілердің облыстық байқауы өтті. Конкурсқа облыс аудандары мен Қызылорда қаласынан 12 дәстүрлі әнші қатысып өнер көрсетті. Мәдениет саласының үздіктері Шолпан Бейімбетова, Бағдагүл Есмұрзаева, Серік Жақсықұлов секілді белгілі өнерпаздар қазылық жасаған байқауда өнер көрсеткен жастар Темірхан әншінің репертуарындағы шығармаларды орындады. Көрерменін еліктіріп ыстық ықыласын иеленген жас таланттар бірінен бірі өсті. Байқау нәтижесінде белгіленген үшінші орын Қызылордалық Қуаныш Алғазиевқа, Аралдық Ақтана Әбдіқадыров қызына және шелілік жас Мұхамбетәлі Бекбейісовке берілді. Екінші орынды Шел ауданынан қатысқан Нұртілек Ақтаевқа, бірінші орынды Аралдық Айтоған Сембаев алды. Бас жүлде қызылордалық жас дарын Зульфия Баймұрзаеваға бұйырды. Халық жадында қалған дарын атты мақаланы Сыр бойы газетінің 26 қарашада шыққан 180 санынан оқи аласыздар. 25 қараша күні Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен белгілі ақын Әскербек Рақымбекұлының 80 жасқа толуына орай ақынды еске алу кеші өтті. Рухани кешке Сыр өңірінің зиялы қауым өкілдері, ақынның отбасы, құлынтайдай тебісіп бірге өскен достары, өлеңге таласы бар жас буын қатысты. Әскербек Рақымбекұлы есімі қазақ поэзиясында ғана емес, қазақ журналистикасында да танымал тұлға. Еңбек жолын аудандық Сырдария газетінен бастап, облыстық Сыр бойы газетінде ұзақ жыл еңбек еткен қаламгер газеттің мехнатын жұмысын атқара жүріп, өлең жазуды дамытпады. Көзі тірісінде 10-нан астам жыр жинағы жарыққа шықты. Қара өлеңнің құлагер атты мақаланы осы Ақмешіт апталығы газетінің 94 санынан оқи аласыздар. Жер ана, табиғат қоршаған орта, орман мен су, көл мен көк аспан, адамзат баласының өмір сүруінде басты мәнге ие қастерлі ұғымдар.
ата бабадан қалған мына бір тәмсіл бар. Көзіңді қалдыр, бұлақ көзін аша жүр. Ізіңді қалдыр, жақсылық мұра шаша жүр. Өзіңді қалдыр, бау өсіріп, жаса нұр. Мұнан бөлек үш түрлі әрекет сауап деп біліпті. Біріншісі шөлге құдық қазу, одан соң өзенге көпір салу, ал соңғысы жерге ағаш отырғызу. Қазақ атадан мал қалғанша тал қалсын деп те бекер айтты деймісің. Табиғатты аялаған азамат атты мақаланы Сыр бойы газетінің 26 қарашада шыққан 179-180 сандарынан оқи аласыздар.